Қайырлы күн, құрметті бақ өкілдері және брифингке қатысушылар. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңындағы кезекті брифингін бастаймыз. Бүгінгі брифингіміздің тақырыбы көктемгі тасқын суды қауіпсіз өткізу мәселелері туралы. Алаңымызға келген құрметті спикерімізбен таныс болыңыздар. Дархан Әмірханұлы Закарин, Батыс Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы басшысының орынбасары. Ендеше Дархан Әмірханұлы, сөз сізге, өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті қала тұрғындары, облыс тұрғындары. Батыс Қазақстан облысында 50 гидротехникалық құрылым қызмет жасайды. Оның ішінде 39 су қоймасы бар. Бұның ішінде 14 су қоймасы Қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорнының теңгерімінде. Соның сыртында 25 су қоймасы коммуналдық меншікте ауылдық округ әкімдерінің теңгерімінде. Күні бүгінге 25 гидротехникалық құрылым қанағаттандырарлықсыз деп танылып отыр. Қазсушар теңгеріміндегі Кир су қоймасының реконструкция жөндеу жұмыстары 2025 жылы аяқталатын болады. 24 жылы 3 су қоймасында, яғни Рыбный Сакрыл, Айдархан, Бағырлай су қоймаларында ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ақжайық ауданы Азнавай Тайпақ каналын реконструкциялау жобасының құрамында Аяқ су қоймасының реконструкциялау жұмыстары аяқталды былтырғы жылы. Сонымен қатар Бөкей Ордасы ауданы Мұратсай су қоймасы бөгетін ағымдағы жөндеу жұмыстары аяқталды. Бұған былтырғы 24 жылы 37 миллион теңге қаражат бөлінді. Сонымен қатар Бәйтерек ауданы Малая Быковка өзеніндегі Чиров ауыл тұсындағы су қоймасы бөгетінің реконструкциялауына 78 миллион теңге бөлініп, келісімшарт жасалып, былтырғы жылы жұмыстары басталды. Яғни биыл 25 жылы қалған қаржысы қаралып, жұмыстар аяқталатын болады. 24 жылы көктемгі су тасқыны кезеңінде бұзылған 6 нысан ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бұған 382 миллион теңге облыстық бюджеттен қаралды. Бұның ішінде Ұзынкөл, Кемер, Жаңа өмір, Бөрлі ауданындағы Үспен, Бесағаш су қоймалары. 2024 жылы республикалық меншіктегі 3 су қоймасына және жергілікті коммуналдық меншіктегі су қоймаларына көп факторлы зерттеу жұмыстары жүргізілді. Қазіргі уақытта 14 су қоймасының реконструкциялау жобалық сметалық құжаттамалары дайындалуда. Биылғы жылы бұл жұмыстар аяқталатын болады. Қазақстан Республикасы президентінің тапсырмасын орындау мақсатында облыста гидротехникалық құрылыстарды пайдалану және басқару үшін Батыс ирригация коммуналдық мемлекеттік мекемесі құрылған болатын. Бұнда штат саны 33 адам қызмет жасайды. 25 жылы, биылғы жылы мекеме қызметіне қаржылар бөлінді. Күні бүгінге техникаларды сатып алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар 2024 жылы мемлекеттік сатып алу арқылы 763 миллион теңгеге техникалар сатып алу жүргізілген болатын. Биылғы жылы 17 бірлік техника сатып алуға қосымша 362 миллион теңгеге бюджеттік өтінім жолданып отыр. Қорғаныс бөгеттерін қалпына келтіру бойынша былтырғы жылы өздеріңіз білесіздер, су тасқынына байланысты көптеген шаралар облыс көлемінде атқарылды. 24 жылы Демеу Қазақстан қоры корпоративті қорынан 2,9 миллиард теңге қаражат бөлініп, облысымыздағы 19 қорғаныс бөгеттерін қалпына келтіру жұмыстары жүргізілген болатын. Атап өтетін болсақ, бұның ішінде Қаратөбе ауданындағы Қоржын ауылында, Сырым ауданының Жымпиты ауылында, Теректі ауданының Подстепный ауылында, сонымен қатар Бәйтерек ауданында 16 дамбық қорғаныс бөгеттері, жалпы ұзындығы 37,1 километр қорғаныс бөгеттері жасалып, жұмыстары аяқталды. Тасқын суды болжау бойынша тасқын су қаупі бар өзендерде су тасқын қаупін алдын алу анықтау үшін басқармамен Жайық, Деркөл, Шаған өзендерінде орналасқан автомобиль көпірлерінде гидрологиялық құрылғы негізінде су тасқын хабарлау және мониторинг жүргізу үшін кешенді жүйе орнатуға келісімшарт жасалып, бұл жұмыстар биылғы жылы атқарылатын болады. Бұған облыстық бюджеттен 79,6 миллион теңге қаражат бөлінді. Сонымен қатар 2025 жылы биылғы жылы 3 су қоймасында Шаған, Казталовка 1, Казталовка 2 ағымдағы жөндеу жүргізу жұмыстары жоспарлануда. 4 су қоймасына көп факторлық тексеріс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жаңа республикалық меншіктегі. Енді жергілікті коммуналдық меншіктегі 9 су қоймасына көп факторлы зерттеу жұмыстары жасалатын болады. Бұған биылғы жылы 102 миллион теңге қаражат
бөлінді. Сонымен қатар ағымдағы жылы су қоймаларын реконструкциялауға байланысты сметалық құжат жасақтау жоспарланып отыр. Бұл Жәнібек ауданы Жақсыбай су қоймасы, Шыңғырлау ауданындағы Жаңакөш, Шаңғы су қоймалары және Жыланды су қоймалары. Бәйтерек ауданындағы Сулыкөл ауылында Малый Быков көзеніндегі су қоймасы, Раздольный ауылындағы Рубеж көзеніндегі су қоймасы, Рашков ауылындағы су қоймасы және Бөрлі ауданындағы Берез көзеніндегі су қоймалары. Алдыңғы жылдары су тасқын кезеңінде Орал қаласының оңтүстік Жайық өзенінің жағалауын бекіту қажеттілігі туындаған болатын. Жылдар бойы көктемгі су тасқыны кезінде Стрижаченко, қазіргі Чечерный көшесінен Кемежайға дейін Жайық өзенінің жағалауы сызығы қарқынды эрозияға ұшырап, өзен арнасы қалаға қарай жылжуда. Осы ретте облыс әкімдігімен жағалау бекіту жұмыстарын жүргізу жөнінде шешім қабылданды. Облыс әкімдігінің 2025 жылғы 7 ақпандағы 29 қаулысымен Жайық өзенінің жағалауын нығайту жұмыстарына 400 миллион теңге қаражат бөлінді. Бұл Орал қаласының Шамшудин көшесімен Кемежайға дейін Орал өзенінің жағалауын бекіту. Нысан бұған барлық ұзындығы 382 метр жағалауды нығайту жұмыстары жүргізілетін болады. Сонымен қатар Тасқала ауданындағы Тасқала ауылының шегіндегі Деркөз өзенінің арнасын кеңейту жобасы бойынша республикалық және жергілікті бюджеттен қаражат қарастыру үшін бюджеттік өтінім жолданып отыр. Жобаның құны 620 миллион. Қаржы қолдау тапқан жағдайда бұл жұмыстар биылғы жылы басталады деп жоспарлануда. Рахмет Дархан Әмірханұлы, алаңымызға келіп ақпаратпен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Ендеше осымен брифингімізді аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.